Абылай хан. Жоңғар шапқыншылығы жылдарында елдің тұтастығы үшін күрескен Абылай хан, шын аты Әбілмансұр, 1711-1781 жылдар. Оңтүстік Қазақстанда Арыс жағасында дүниеге келген мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат. Арғы тегі жошы хан. Бергі бабалары Қазақ ордасының негізін салған Әз-Жәнібек. Одан соң еңсегей бойлы ер есім хан, Салхам, Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Жәңгір ханның Уәлибақы, Тәуке деген 2 ұлы болады. Жәңгір қайтыс болғанда таққа Тәуке отырады. Уәлибақы үргенішті билеген нағашы атасы Қайып ханның қолына барады. Уәлибақының баласы Абылай жекпе-жекке шыққанда жауы шақ келмейтін батыр болып қанішер Абылай атанады. Абылайдан көркем уәли туады. Оның баласы Әбілмансұр ақтабан шұбырынды жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш жалаңаштықтан жүдеген өңіне қарап, өсіп кеткен шашына қарап, Төле би оған Сабалақ деп ат қойып, түйесін бақтырады. Әбілмәмбет төренің жылқысын бағады. Төле бидің тәлім тәрбиесінде болуы Абылайға зор әсер етеді. Төле би бар ақылы мен парасатын, ел билеу қабілетін жауға қарсы қазақ халқы басы біріксе ғана тойтарыс бере алатын жастайынан Абылайдың санасына ұялата білген. 20 жасында қан майданда ерлігімен танылып, жекпе-жекте шарышты өлтіреді. Халдан Сарен өзін қол бастайтын батырмын, жол бастайтын көсеммін, сөз бастайтын шешеммін деп санаған көрінеді. Соған орай халық аузында мынадай аңыз бар. Абылай тұтқында жүрген сол Халдан Сарен бір күні алдын алғызып, шарышсынды батырымды өлтірдің, қанға қан, жанға жан, соның орнына сен өлтірем, не арманың бар десе керек. Сонда Абылай: менің 3 арманым бар. Әуелі мен шарышты қазақ пен қалмақтың қан майданында өлтірдім. Сіз мені ұйқыда жатқарында ұстап өлтіргелі отырсыз. Менің майданда өлсем арманым жоқ. Екінші, қазақ көшіп қонып орнықпай жүрген ел ғой. Бір жерге орнықтырып, отырықшы өмірге кіргізіп өлсем, армансыз болар ем. Үшінші, 4 атадан бері жалғыз едім. Дәл қазір өліп кетсем, не балам, не бауырым жоқ. Дүниеге келмегендей болам ғой, дейді. Сонда Қалдан Сарен төмен қарап отырып, жанындағы уәзіріне мынаның айтқанының бәрі дұрыс деп кешірім жасапты деседі. Өз заманында Ойрат ханы Қалдан Сарен де көреген саясаткер болатын. Ол ішкі, сыртқы жағдайды таразылай келе, қазақ елінің бұрынғыдай емес, бұғанасы бекіп, қайтадан білікті ел бола бастағанын, сондай-ақ Қытай империясы реті келсе бас салуға дайын тұрғанын түсінді. Сондықтан тыныштық сақтап, күш жию үшін уақыт керек болды. Қалдан Сарен Абылайды тұтқында ұстап, оған қанша өш болса да, мұндай жағдайда қазақ қалмақ арасында бейбітшілік туралы келісім шарт жасалып, Абылай босатылды. Абылай өз заманында мұсылманша жақсы сауатты, оқып жаза білген адам. Абылай хан 2 ірі ел Жоңғария мен Ресей арасында айлалы әрекет жасап, қазақ елін нығайтуға тырысты. Орта Азия мемлекеттерімен сауда, байланыс, қарым қатынас жасады. Шоқан ұлы атасына мынадай баға береді.
Дүрбелеңге толы дүбірлі кезең Абылайдың тапқырлығы мен табандылығын, ақылдылығы мен алғырлығын танытуына жағдай жасады. Өйткені сол жорықтардың бәріне алғаш қатардағы жауынгер боп қатысып, соның өзінде қисапсыз ерлік көрсетіп, айрықша амал айласымен көзге түскен еді. Өнегелі ақыл кеңесі сұңғыла зердесі арқасында ол бірден-ақ көреген, кемеңгер деген атаққа ие болады. 1781 жылы 70 жасында дүние салып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленді. Қазақ халқының ақын жыраулары Абылайдың өмірін, ерлігін жырласа, халқымыз үшін Абылай есімі ұран етіп шырқалды.